Сәлеметсіздерме? Бүгін біз өте дәмді болып шығатын голубцы әзірлейміз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, лайк басып, тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Және де осы рецепті сақтап алуға кеңес беремін. Ең алдымен перецтеріміздің ішін тазалап, сырттарын жуып, тазалап аламыз да бөлек жерге қойып қоямыз. Оған дейін басқа бөлек ыдысқа күрішімізді салып, оны тазалап жуып, үстінен 2 стакан қайнаған су құямыз. 2 стакан қайнаған су құйған соң, оны 10 минутқа қойып қоямыз. Күрішіміз дайын болғанша біз қалған заттарымызды турап тазалаймыз. Мінекей ең алдымен пиязымызды тазалап жуып, оны турап алдық. Сосын укропты да жуып, тазалап турап алдық. Енді бөлек ыдысқа фарш саламыз. Менде фарш майлы, майсыз фарштар да болады. Оның үстіне пиязымызды, укропымызды және де 3 бас чеснокты теркадан өткізіп саламыз. Енді осының үстіне бір орташа үлкенірек помидорды алып, теркадан өткізіп саламыз. Бұл помидор біздің күрішімізге қызғылт түс береді. Енді осының үстіне кориандр 1 шай қасық, және де кинзадан 1 шай қасық, және 1 шай қасық тұз саламыз. Менде осындай құрғақ кинза, кориандрлар. Енді осын барлығын салып болғаннан кейін үстіне дайын болған күрішіміздің саламыз. Яғни 10 минут тұрған күрішіміздің суын төгіп тастаймыз да үстінен саламыз. Енді осы күріштің салып болғаннан кейін біз жақсылап араластырып шығамыз. Енді осы күрішті жаңағы тазаланған перецтердің ішіне тығыз, яғни сыртына шығармай салып шығамыз. Өйткені бұл перец піскен кезде, суға салып пісірген кезде өзінің көлемін өзгертеді, яғни көлемі үлкейеді. Сондықтан сыртына шығармай салуға тырысыңыздар. Қолмен салсаңыздар да болады. Енді міне бізде перецтерім дайын болды. Мен осылай салып шықтым барлығын. Енді осы перецке арналған сорпамызды әзірлейтін боламыз. Ең алдымен қазанымызды қыздырамыз да үстінен сұйық май құямыз. Сосын майымыз қызған соң пиязымызды салып, пиязымыз қызарғанша қуырамыз. Оның үстіне помидорлар турап саламыз. Және де бір үлкен қасық томатты салып араластырамыз. Бір араластырып болғаннан кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Және де картошкаларымызды саламыз. Мен ірі-ірі қып турадым, майда қып турасаңыздар да болады. Енді осылардың барлығын бір араластырамыз да үстінен су құямыз. Бізде су жаңа перецтерді үстінен шығып тұру керек. Яғни перецтердің барлығы суға батып тұру керек. Мен 3 литр су құйдым. Су құйған соң судың қайнағанын күтеміз де, қайнаған соң тұз саламыз. Тұзды қайнаған кезде салуға тырысыңыздар. Мінекей, бізде сорпамыз қайнады. Енді тұзын саламыз да перец саламыз. Сосын перец салып болғаннан кейін 5 минут қайнатып, астын паситеміз, яғни орташа отқа қоямыз да, тағы да күріші піскенше қайнатамыз. Міне баяу отқа қойдық. Күріштеріміз, яғни перецтерім пісіп жатыр. Ал мінекей, біздің перецтеріміз дайын болды. Пісті, толығымен пісті. Енді осыны ыдысқа, яғни кесемізге құйып, іше берсек болады. Іші осындай қызғылт, әдемі болып шығады.
Сау болыңыздар.